Бәрі нормально ма кім? Рүстемжан, айналайын, келбетіңнен. Мен Саматпын деші. Қалай түсіру керектігін ұмытып қалған жоқсыңдар ма, иә? Біз танымай тұрған жоқсыңдар ма ше? Штативтердің өзі түсінбей жатыр ғой, еба, не болып кетті деп. А? Анкордан кейін жоқ болып кеттіңдер ғой деші. Аудан әкімі екен. Ютуб шыққанын айтып тұр. Жалпы көрермендер де сұрап жатыр. Да, болды ғой да? Ja, бастайған. Ассалаумағалейкум. Қымбатты біздің құр подкасттың тұрақты көрермендері. Көптен күткен біздің шығарылымның кезекті қонағы, көп мақтауды қажет етпейді. Қарапайым Жандос Мұнапиғұлы. Қош келдіңіз аға. Жандос аға, бағдарламамызға уақыт тауып, уақыт бөліп келгеніңізге сізге үлкен рахмет айтамыз. Қош келдіңіз. Рахмет, сау болыңдар. Барша азаматтар енді қайырлы түн болсын, барша көрермендерге айтатынымыз. Енді бүгін осылай шақырғаннан кейін студияға келіп жатырмыз. Алдымен сіздерге үлкен ризашылық білдіремін. Осылай мені тыңдаған екенсіздер. Бүгін студиямызға, сіздердің студияларыңызға келіп, ризашылық білдіріп жатырмын. Осындай алдында алғашқы түсірілімді де көргенмін. Жақсы, тартымды, қарауға жақсы бір бағдарлама екен. Рахмет. Енді сол екінші болып мен түсіп жатырмын. Енді ол да қызық болар. Енді сіздер шақырғаннан кейін сұрақтарың болар. Қызық. Енді соны айтып көруге тырысамын енді барынша енді. Рахмет, көп енді сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Өздерің енді ортада жүрген азаматсыңдар ғой. Осы аудан көлемінде болып жатқан барлық шаралардың бәрінде де өздерің той болсын, былай шаралар болсын, мерекелік шаралар болсын, бәрінде де өздерің жүріп тұрып, бәрін танисыңдар дегендей жаңа танымал азаматсыңдар. Осы ауданның намысын қорғап талай КВН-де де, басқа да жерлерде де танытып жатсыңдар. Сондықтан өнерлерің бар, табиғи Рахмет. дарынды азаматсыңдар. Осы ел танытып жүрген Құрманғазының елін танытып жүрген азаматсыңдар. Сендер еліктеп жүрген азаматтар, балдар бар, жастар бар. Сонда сіздерге шығармашылық табыс тілеймін тағы да. Дендеріңіз сау болсын. Ең бастысы мынау Рамазан айы келіп жатыр ғой. Баршамызды мынау ораза айымен шын жүректен құттықтаймын. Мен енді ризамын сіздер осылай шақырғандарыңызға. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Сау болыңыз. Алла разы болсын. Әйтеуір айтқан кезде жас балдар екен деп сөзімізге елемей қарамай, әйтеуір бейжей қарамай, уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға, қазір енді уақыт деген тапшы ғой барлығында. Сол бір алтын уақытыңызды бізге қиғаныңызға шынында біз үлкен рахмет айтамыз сізге. Біз сізді таңдаған себебіміз енді Құрманғазы ауданында бар ғой бір шама тамадылар деп айтып кетіп жатыр біздің алғаш түсірілімде. Мысалы аудан әкімін шақырдық. Дей тұрғанмен сізді әкім деген көзқараспен емес. Біз қай ортада жүрік, сізді сол ортадан көреміз. Тойдан да, мысалы, ән айту шеберіңізді өте көрдік. Сондықтан да өзіңіздің әңгімелеріңізді кәдімгі жас демейсіз, кәрі демейсіз. Қандай волна бар, сол волнада әңгімеңізді айтасыз. Сондықтан жаңғытерге айтқан себебім мен едім. Алға айтарыңыз бар ғой деп айтарыңыз бар ғой. Шын керек. Бұл подкасттың мақсаты біздің Құрманғазы ауданындағы беделді адамдар деп айтайық та. Адамдарды таныту, ютубта, басқа да елден, жерден қарайтындар бар. Сол саға қош келдіңіз, кешіріңіз, сіздің уақытыңызды алып қойған болармыз. Рамазан айы бәрімізге мүбәрак болсын, жігіттер, оразаңыз қабыл болсын. Ал приколдарымызды бастаймыз. Әңгімемізде. Бұлай ғой, Жандос аға, жалпы ютубтан көрген шығарсыз форматты, главный формат, еркін форматта өзіміздің басымыздан өткен қызықты оқиғаларымызбен бөлісіп отырамыз. Мына енді ютубта көрермендер өздері көп айтады. Сендердің подкасттарың қызық болды, бізге жақсы болды дейді. Кейбіреулер жол қысқартамыз дейді, телефондарын қойып, ютубтан қарап отырады екен. Кейбіреулер үйінде семьясымен қарайды екен. Балдарды ұйықтатамыз десе. Әркім әртүрлі жағдайда қолданып отыр екен. Әйтеуір біреудің пайдасына жарағанымызға біз де қуанып жатырмыз да. Сіз де енді жаңа Аманжан айтқандай, шынында Құрманғазы ауданында сіздің еңбегіңізді барлығы біледі. Дегенмен де айтары бар азамат қой деп сізді ортамызға алдыртқанбыз. Жалпы сізді енді мемлекет қызметкерсіз, иә? Одан бөлек өнерде, сахнада талай ән айтып жүргеніңізді, гитарамен ән шырқағаныңызды талай көріп жүрміз. Қазіргі уақытта енді спорт десе спортқа барсыз. Анау мынау жастардың жүгіріп бере алмайтын жерінде жүгіріп беріп жатсыз.
жастар істеп бере алмай жатқан нәрсені спорттан да Иә. саған істеп бере Рахмет, жатқанын көрдім. Енді подкастты қызық оқиға бастамас бұрын менде мынандай бір сұрақ болды бір. Енді 8 қырлы бір сырлы дейміз, жігітке жет өнерде аз дейміз, сіздің бойыңыздан барлығы табылып жатыр да. Бірақ егер мемлекет қызметкері болмасаңыз, кім болатын едіңіз? Негізі енді баяғыда өзім осы неге қызметке келгеншеге дейін, үлкейіп азамат болғаншаға дейін, мектеп бітіргеннен кейін өзім негізі оқытушы болғым келді негізі. Сол Алматыға барып, сол институт иностранных языков деген бар ғой. Ол кезде АПИА деп аталды, Алматинский институт, педагогический институт. Иә. Соған барып оқуға бардым, соны түсе алмадым да, сосын ауылға қайтып келіп, жаңағы біздің училище ол кезде 12-ші училище болды, СПТУ 12 деген. Соған 8 айлық курсқа түсіп, соны оқып, соны тракторист мамандығын алып, мұнда ауданда Рисводстрой деген мекеме болды ғой, СПМК 122 деген. Сонда тракторист болып жұмыс жасадым. Я мынау Нижний Колка деген участок, Шағырлы деген участкілерге жаңа күріш егетін чектар жасадық полиларды. Соны жасап, сөйтіп, содан кейін әскерге кеттік қой. Әскерге бардық, 2 жыл әскерде болдық. Со әскерге барғаннан кейін енді бәрі көзқарасы өзгерді ғой. Соны армияда 2 жыл болдық. Армиядан келгеннен кейін уже көзқарасы өзгергеннен кейін уже саясатқа қарай кішкене Кеңес одағында уже тарау жақын 89-да біздер келгенде уже мынау перестройка басталған. Ауданға келсең, магазиндерде ештеңе жоқ деген сияқты, жұмыс жоқ. Сосын былай ойлап, енді институтқа барған не пайда? Онда техникумға барып, енді баланың үлкенмін үйде. Бірдеме шамалы бірдеңе кәсіп бірдеме жасау керек деп, соны Целиноград қаласына оқуға түсіп, жаңадан салық комитеті ашылатын болды, ол кезде салық инспекциясы бөлінеді дегенді естідім де. Сол кезде бір ағаларымыз болды, Умталиев Хатим деген ағаларымыз. Солар айтты, сен сондайға бар, саған направление берейік, сен оқы, сосын осында келіп жұмыс жасайсың деп. Сол направление алып Целиноградқа барып оқуға түсіп, сосын 2 жыл сол Целиноградта оқып, 90-92 жылы келіп, сол салық инспекциясы бөлініп ашылған кезде соған инспектор болып, 12 жыл сол жерде қызмет жасадым. Сосын ауданда да есепші болдыңыз ғой деймін осы? Жоқ, инспектор болдым ғой. Инспектор болдыңыз ба сол? Бас инспектор болдыңыз, иә? Инспектор, ведущий, старший инспектор, главный инспектор. Осы сізді подкастқа келеді деп... 12 жыл уақыт кетті бір, иә? 12 жыл уақыт, иә. Сіз подкастқа келеді деп күткенде енді біз қонақтар туралы мысалы үшеуміз мағлұмат жинауға тырысамыз өзімізше. Мен жаспын, көп біле бермеймін де, бірақ сіз сахнадан көріп үйреніп қалғам. Сөйтіп жинаған кезде осы нәрсені айтқан маған үлкен ағалар. Ол кісі бұрын үлкен ауданның бүкіл есебін қараған кісі болған деп. Сосын әскер туралы айтады, Шандасаға әскер туралы әңгіменің амбассадоры ажаңыз отқан 1,5 миллион, 2 миллион, Аманжан. Қаралымы бар, TikTok, Instagram желілерінде. Әскер туралы қызық әңгімелер осы айтып отыр ғой. Арамызда документі бар осы. Біз екеуміз порталда сөйлескендер аға. Бірақ дымға пайдасқан жоқ, сол үйде жатыр. Бар ма екен тұтыпты үйде. Мысалы қараш медик арасында біздер дейтіндер ананы атқанбыз дейді. Мен айтам, құдай бетін әрмен қалсын. Вдруг бірдеңе болып қалған жағдайда сен явно ұмытып қалдың ғой, не істегеніңді. Қазір конкретно атып бере аласың ба сол жерде? Сосын мынандай ағаларымыз бар, әскерге барып келеді да. Әскерге барып келгеннен кейін біраз жыл болды өткеннен кейін бізде сержант болып келгенмен ертең бірдеңе болса лейтенант болып кетеміз. Ана видите, институттан оқытады ғой, 2 жыл оқытады ғой, кафедра. Олар біз айтқанымызды айтты, сержант болады дейді, короче. Сөйтіп бір өздеріне мен рядовой болдым, бірақ енді комсорг болдым. 1 жылдан кейін комсорг болдым. Сосын жақсы характеристика берді. Комсомольский характеристика береді. Сосын жаңа военный строитель, стройбатта болдық қой, военный строитель 2 характеристика. Оқуға түскенде мен уже без конкурса түстім да, экзамен жақсы тапсырдым. Конкурсқа уже мені сразу айтты, сен уже оқуға түстім деп есептей бер, сен уже студсоветке мүшесің деген сияқты. Мен себебі сол батальонның футбол командасында ойнадым, ансамбльде ойнадым. Жаңа взводный өлең айтамыз ғой, сонда запевалы болдым, өлең айтатын обязательно. Песню запевай дегенде бастап кетесің, оркестр шарит, осторожно по пригорку деген сияқты. Запевала деген театрға ротаның алдында 3 шаг алда жүреді ғой. Ойлап қара,
мен негізі ең артында тұрамын, бойым кішкентай болды мен де, Кішкентай болды кішкентай ғой. Ең артында тұрамын, бірақ запиола болғанда мені алға шығарады. Нендер артында, бірақ 3 жақ алда жатып, бақыр өлең айтасың. Алар саған қосылады. Өлең айтқаныңа қонған жарсың. Иә, сосын мен КТЖ дейді, жаңа осындай мәдениет үйі сияқты бар. Мен сондай ән айттым, бірақ неде ансамбльде болған жоқ, мен инструмент ойнай алмайсың ғой. Каждый суббота, воскресенье частьтен кетесің, футбол ойнайсың, бүткіл полктың ойынын ойнайсың ғой, полк. Каждый батальон ойнайды. Сол үйретеді. Мысалы, мен защитник етіп үйретті. Мысалы, 4-5 адам защитник етіп үйретеді. Әлі күнге дейін сол защитник ойнап жатырмын ғой. Кісіні ұстайсың, қалай ұстайсың, угловойға жатқанда қалай тұру керек, баспен қалай соғу керек. Футбол туралы мына жігіт біледі енді. Футбол ойнайды. Құрманғазда лигада. Көрдім ғой. Раздағы турнирлерде енді. Өзімде дворовой дейді. Дворовой, үздік бомбардир. 47 жасыма дейін момбанда ойнадым ғой. 47 жасқа дейін. Осы ойнатып шықтым мысалға. Қазір енді 50-ден жоғары ойнап сіздер дейтін қазір опытқа ойнайсыздар, сіздерді байқайтынымша ардагерлер болып шыққан кезде уже на опыт ойнайды, уже андай лишний жүгірмейді. Енді үйреніп қалған бірімізден, үйреніп қалған сол нәрсе ғой. Енді аға 47 жасқа дейін дейсіз. Дворовойда 47 жасқа дейін. Ақкөлдің жігіттері болады ғой, ана Леха, Макстар кімдер көріп жүрді ғой сол кезде. Мына жігіттерге сұрақ қойыңызшы, екеуіне. Соңғы рет қашан жүгірдік деген бір сұрақ бар. Танысаға қараңызшы. Күшті келіп тұр да. Аманжанмен әскер туралы әңгіме айтасыз. Ринатпен футбол туралы әңгіме айтасыз. Менмен не туралы әңгіме айтасыз. Қарап отырамыз. Жас жігіт ретінде мен сені көргенімде 1-2 жыл болды ғой. Осы мәдениет саласында жүргеніңе мен сені жүргізуші ретінде көріп жатырмын да, бірақ сен салмақты, бір тұрақты, өзін жақсы ұстайтын азамат ретінде жақсы көріп жатырмын да. Көзіме солай көрінді. Рахмет. Мен де енді өзім сондай андай баға беремін да адамдарға, әртүрлі адамдарға. Өзімде көп көзге түскім келмейді өзімде. Бірақ енді өзімнің қолымда білетін нәрсемді енді жасаймын да. Бірақ андай бір шіреніп ондай көп жақсы көрмеймін да. Бірақ білемін қарапайым жақсы көретін адамдар да, мысалы бәріңді де мысалы тойға барғанда бәрімен де жақсы. Любой жігіттер, өлең ән айтатын жігіттер бар. Жаңағы Ғалижан ағаларымыз баяғыдан бірге таныс жаңағы жүрген жігіттер, мысалға Нұрхаттар, мысалға бәріміз бірге осы бір заманның адамдарымыз ғой. Бірге кездесіп талай өлеңдерді бірге айтқанбыз. Біздің заманда енді керемет болды ол кезде, ашық, ол кезде видеоға түсіреді дейтін, оны ештеңе қорықпайсың қазір мысалға. Жаңағы біреу түсіріп алады-ау, бүйтіп қалады-ау, бірдеңе салып жібереді-ау деген ондай понятие жоқ ол кезде. Ол кездегі адамдардың көзқарас басқаша. Адамдардың да пейілі кең ба сол уақыттың. Сондай ғой. По-мужски деген сияқты, по-братски деген сияқты. Мысалы, бір класс жоғары адамға сен брат деп сөйлейсің. Бір класс жоғары оқыса болды. Сен оны артық сөз айтпайсың. Қазір саған неше түрлі адамдар саған келіп қазір әңгіме айтып саған ақыл үйрете алады. Сен олай емес қой, сен не деп тұрсың деген сияқты әңгіме айтады. Қазір бәрі ақылды. Бірақ оған қатты ештеңе айта алмайсың, себебі сен мемлекеттік қызметшісің, сен өз-өзің этикаңды ұстайсың, мемлекеттік қызметшінің кодексі бар. Ондай түрін көресің. Сен өз-өзің ұстау керексің. Сен оған қалай болғанда да оның сұрағына жауап беруге тиіссің. Сен ол саған сұрақ қойып тұр, сен оған жауап беруге тиіссің. Ол қалай сені саған қандай манерда айтып тұрсың, қатты сөйлесін, жай сөйлесін, сен өз-өзің ұстап білу керексің да. Сіздер өзі дейтін барынша психолог болып. Енді психолог болмағанмен енді уже өмір ғой. Одан ұтылмайсың, соған үйреткен ғой. Мысалы ол адам мемлекеттік қызметкер емес, даладағы бір адам уже провокацияға тартып тұруы мүмкін. Сен провокацияға берілмеу керексің ғой. Сіздердің басты мақсаттарыңыз сол ананың несіне берілмеу керек. Берілмей дұрыс нақты жауап беру керек та. Оны тек өтірік әңгіме айтып шығарып салу емес. Нақты жауап, бар нәрсені бар деп, жоқ нәрсені жоқ деп, болуға тиіс. Басталған жұмыс болатынса, басталып жатыр, мынандай жұмыс жасалып жатыр. Енді осындай кезде қосылады бағдарламаға деген сияқты. Или бағдарлама кіріп тұр, 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін іске асады деген сияқты. Ақшасы бөлінеді сөйтіп. Тендер болады, тағы бірден. Ол процедура ғой бәрі. Заңда қаралған. Сол былай кетеді деп сөйтіп айтып түсіндіріп жасайсың мысалға. Бізде барлығы тиіз бола қою керек бізге. Енді ол себебі ол бюджетте тұрғанда, ауданның бюджетінде ол ақша тұр, ақша. Бірақ әр ақша, қаражат өзінің программасында, бағдарламасында тұр мысалы. Мәдениет саласының өзінің бағдарламасында тұр. Мысалы, сендерде концтабар алатын бағдарлама ақшада тұр. Жарықтың ақшасында тұр, светке төлейтін.
отоплениенің ақшасы тұр, судың ақшасы тұр деген сияқты, зарплатанікі тұр, налогтікі тұр деген сияқты. Сен уже анадан алып алып мынаған беріп жібере алмайсың. Сен ол казначействоға апарғанда ол ақша өтпейді. Сен ол нецелевое использование дейді ғой, мақсатсыз. Сен оны апарғанда да ақша өтпейді, себебі счетыңда ол счетта саған ақша жоқ мысалға. Содан кейін мен мысалы жаңа айтқан 12 жыл налогойда істедім. Сосын 2004 жылы сол ауданға аудандық экономика және бюджет жоспарлау бөлімі деген болды. Соның бөлім басшысы болып 10 жыл басқардым. Почти. Жаңа есептеген жөнінде осы ауданның бюджетін жасадық. Барлық мекеменің бюджетін жасаймыз. Зарплат, командировочный, машинаның запчасти, бензині, мекеменің күтіп ұстауы, бәрі соның ішінде. Сосын жетпеген ақша облыстан келеді, субвенция дейді ғой, облыстан береді. Сол 10 жыл басқарып, сосын 2013 жылдан бастап 21-ге дейін аудан әкімінің орынбасары болдым ғой. Иә, естігеміз. Ол кезде ауылда болмаған екенмін. Сосын барып округке қарай кеттім. Туған жерім Калинин округі, сельсовет қой сол кездегі. Бірақ Ганюшкин тұрдым ғой, туған жерім бірақ Калинин. Жандос аға, ағалар, жалпы байқайсыздар ма? Осы сіздің заманыңыздағы қазір құрдастарыңыз бар, өзіңізден 5-6 жас үлкен кіші жігіттер бар. Солардың көбінің жаңағы қазір мемлекеттік қызметте жүрген ағалардың әңгімесін тыңдасаң, көбісі осылай келген. Аға сияқты ғой. Қарапайым да. Барлығы кәдімгі миссиясы мен сияқты. Армияға барады, ступенькісімен армияға барады, так оқуын оқиды. Сосын бір нәрсеге қызығушылық артады, сосын тағы барып оны оқып келеді. Содан кейін бір жұмысын жасап, қазір бір беделді ауданның, облыстың азаматы болып отырады. Біздің қазіргі жастар қалай? Біздікі мүлде басқаша аға. 20 жыл армиядан қашады. Ол бірден біз бәрін бола қалған қараймыз. Қалаймыз. Туа салды таудай уақыт күтеміз. Шынымен де. Біздікі мынандай, армияға барса барады, бармаса бармайды. Ол бір. Сосын университетте оқып жүреді да, бірінші курстан кейін шығып кетеді көбі. Сосын жүріп жұмысқа кіріп алады, сосын жаңағы жұмыс үшін тағы оқу керек болады, түсіндіңіз ба? Бір қазір оқу жеңілірек болып кеткен сияқты. Кезінде ұбт деген нәрсені де күні кеше жеңілдетті ғой, білесіздер ме? Кезінде ұбт-ның балы шыққанынша қандай бір стресс, депрессияға түсіп қаншама жаныңда шығып болады деді, жаңағы сөз сияқты ғой. Өте қиын болды. Сол қазір бір байқайсыздар ма, оқуда барлығы оп-оңай сияқты. Ағаның әңгімесіне қарасаң, әскерге барып келді, оқуға түсті, оқыды деген бір ауыз толтырып айтатын нәрсе де. Біздің кезімізде бәрі оңай сияқты. Қазір достойный жұмыс жасап. Достойный жұмыс жасап. Ондай балдар дейтін 1-2 жылдан кейін шығып кететін ба? Сосын бір қызығы мына не ғой, адамның өзінің көз қарасына да байланысты. Мысалға әскерде жүргесін писар болғасын, жаңа айтқандай, өз-өзін тәрбиелеп жүрсің ғой, сосын қазақ деген атқа өзің сай болғың келеді да. Мысалға Меңдіғали Басқар деген азамат бар, қазір Қызылқоғада тұрады. Сол екеуміз бүткіл 200 адамның киімдердің бәріне хлоркамен жаздық фамилияларын. 200 шинель, 200 бушлат, 200 фуражка, 200 пилотка, 200 гимнастерка, 200 етік, 200 туфли, 200 ботинка деген сияқты бар ғой. Сон конспект жазамыз ғой, неде. Подготовка болады ғой, жаңағы физическая подготовка болады, сосын политическая подготовка болады. Сол политический политзанятияның кезінде конспект жазамыз. Сол конспекттің ішінде мен 200 адамның ішінен лучший конспект деп маған отпуск берген 10 күн. Келдіңіз ба ауылға? Келген жоқпын. Келген жоқсыз. Келіп ауылдың адамдарын берекетін алғым келген жоқ та, өзім келесің 10 күн боласың, кері кетесің. Бүткіл настроениесің болса, өзің настроениең болса, ағайындарың. Бірақ келген жоқпын. Объявлять етті официально. Тек тетрадь үшін конспект жазған үшін. Мысалы, сосын әке-шешеме жаңағы благодарственное письмо жүрді үйге. Оның өзі қандай кезінде? Мысалға сол кездегі. Еще сіздер 2 жыл ғой. 2 жыл, иә. 2 жыл армияда? Екінші 6 ай қалғанда екінші тағы отпуск берді. Онда бірақ дембельский аккорд дейтін болады ғой. Иә. Сонда Ленинский комнатаны жасадық. Ленинский комнат ішінде бүткіл стендтар жасайсың, перомен жазасың. Онда да біздің Ақтаудың жігіті Шевченконікі. Ол кезде Шевченко ғой, Ақтау. Нұрметов Артур деген жігіт болды. Метис, папасы өзбек, мамасы қазақ. Екеуміз жаздық дембельский аккорд. 1 ай жарымдай жасап, Ленинский комнат оформлять еттік полностью. Сол үшін екеумізге отпуск берді. Онда да келген жоқ. 6 ай қалды ғой нәрсе. 6 ай қалды ғой. Бізде 1 жылда бір караулда сыртта бір адамды ұстап алды, бір бала 10 күнге жүрді.
кетті ма үйіне? келді, барып келді. Еще андай толтырып үйінен тамақ бірдеңе алып келді. Сосын жаңа дембілскі аккорд дейтін болады. Онда біз өзіміздің жататын не жасадық. Казарма өзіміз жататын жерімізді. Нені жасайсыздар онсында? Бүткіл ремонт жасайсың ғой. Разный береді. Люстрасын ауыстырып тастайсың, занавескілерін ауыстырып тастайсың, краскілеп тастайсың. Короче, келесі артынан келетін адам приятно болу керек. Осындай кездің адамдары осындай жасап кетті. И олар келді, ол сенен лучше жасағысы келіп, сөйтіп үшін бүткіл әрмен ремонттап тастайды ғой, короче. Жаңа айтқан Twins дедім ғой. Twinстер бір 7-8 адам болды. Қолдары қатты жіберіп жатты. Со Twinстердің 7-8-дің 5-інің фамилиясы Монгуш болды ғой. Бірақ однофамилец Монгуш деген. Вечерний поверка болды ғой. Монгуш деп атайды ғой. Күнде атағанда ана фамилиясын аты мен отчествосын айтады ғой. Монгуш Чергал чаш ол деп айқайлайды да, я деп айқайлайды да, мысалға. Сол келесіде уже ана бір ай өткеннен андай айтатын болды. Монгуш чече деп ана. Чече. Я деп айқайлайды. Сосын дембельский аккордқа оларға не берді? Нені столовый жасауға берді, чайхананы жасауға берді. Қолдан жіптеді, өрнектеп, ағаштарды, темірлерді дейтін. Не үш түрлі жасап бар ғой анау. Сықал ішіне городок сияқты ішін бар ғой. Теремок па бірдемет жасап шығарды ғой анау. Бір 2 айдың ішінде бар ғой. Өріп, түйелер, ол кезде подвесной потолок деген қазір шығып жатыр ғой. Ол кезде солар уже подвесной потолоктарды сол кезде жасап жатты, аналар бар ғой. Қай жылдары ол? Иә, 89 жыл ғой енді айтқанда. 1989 жыл мысалы. Ал сондай қызықтар болды ғой. Өшім жастар армиядан қашқандар. Енді студент кездің өзі 2 жыл біздің кезімізде вообще тоқырау заман басталып жатқан кезде 90 жылдар. Дым жоқ. Тамақ біздерге студенттерге талонмен бір кило рожки, 1 кило гречка, 1 кило сармай деген сияқты, 1 литр шемішкі май деп береді. Су ішіп жүріңіз ба? Тамам, кішкене салқын тиген содан кеш футбол ойнап жүріп. Сон баяғы қарын ашады ғой енді студентсің. Сосын не істеу керек? Бір күн осылай өзіміз сияқты отырған жігіттер отырмыз. Біздер енді 23 бала ма сондай жігіттер. 8 бітіріп барғаны бар, 10 бітіріп барғаны бар, біздер армиядан келгендер бар. Негізі 53 па сонда 54 па болдық. Оқудан көбісі шығып кетеді. Оқи алмайды да, қиын. Сабақ өте строгий болды, қатты. Немістер, директор неміс болды, оқытушылардың көбісі неміс болды. Ол кезде тыйым беріп кету бірдеме жоқ қой, ондай заман емес қой. Таза білім. Иә, білім ба, тапсырасың, жоқ па, кетесің. Уже бір семестрде 53-54-тен 23 па сондай қалдық. Сосын айтты, бір жігіт келді, атын айтпай қойын. Сол тамақ жегелерің келіп тұр ма деді. Иә, жегіміз келіп тұр. Ана жерде бір жерде күшті бір тамақ дайындалып жатыр. Біреу тек шухерда тұру керек, екіншісі свет өшіру керек деді оған. Коридорда рубильник деген болады, общежитиеде. Жақсы, бір 2 жігіт бар. Сосын алды да біреу рубильникті өшірді, біреу есіктен қарап та, там шуылдап келді де, соң айтқан кастрюльді алып келді оған. Алдық та бәріміз ішіне вилка тықтық, ішіне қадалмайды жаңағы. Қасықпен етеміз, дымды алынбайды жаңағы. Сол қолмен алайық деп қатты нәрсе болады. Ауызға тықсақ шайналмайды жаңағы. Сол не екен деп жаңағы светті ашып қарасақ, ана термобегуди деген бар қыздардың. Солай қайнатып қояды. Ол кезде қайнатып салады ғой. О, білмеймін. Беткен ұзын болды беткен темекі сияқты. Сол екен, сол. Апарып қайтадан бердік. Соған тағы бір 2-3 күннен кейін жаңа жігіт айтады, картошка жейсіңдер ма деді. Жейміз. Қыздарға дайындатып жатырмын қазір. Қасықтарыңды әзірлеңдер, нан турап қойыңдар деді. Бәріміз бір столға отырдық, 5-6 адам. Картошка алып келді. Әпесем күшті жеп отырғанбыз. Бұрзан бір 2 орыс қыз кіріп келді. Бір бізден төмен, 8 оқитын ба, 9 оқитын қыздар ғой, жас қытығанай қыздар. Біз нямбай жігіттеріміз армиядан келді. Как вам не стыдно, анау-мынау деп сөйлеп еді. Біз ойлап, не болып кетті маған? Анау айтсақ, сен жаңа пісір дайындатып отырмын деген ғой. Өтір кетті ғой сендерге. Жаман қарап ет болдық қой. Жегенім мына жерге, жегеніміз кәдімгі мына жерге келді ғой. Шығарып беретін жатты жоқ бойынша. Жаман ұялғанбыз сонда дейтін бар ғой. Негізі вообще жатақхананың әңгімесі көп қой. Көп, иә.
басымыздан бәріңіз өткен шығар. Мен барған жоқпын жатақхана көріп. Барған жоқсыз, жатақханада мен бардың Достарымызға барып кететін. Былай мен 3 жыл жаттым өзім. Жеке. Бірінші курсымызда еще қыз балдарға мен пединститутта оқыдым аға. Пединститутта енді бірыңғай қыздар. Мысалы әр этажда тек қана 25 комнат болса, 5 этаж, соның 2 комнат ұлдар. Қалған барлығы почти 500-600 қыз бар общежитиеда. Бізде сондай. Солай болды сізде? 600 қыз бар. Қыздың ортасын жаттық қой енді. Үлкен қыздар бар. Қыздан проблема жоқ десең. Ойбай, үйленген екен кешірім. Мынандай нәрсе. Семестр бітеді, қысқы, сосын кетіп қалады да, бәрі қайтып келеміз ғой. Қайтып келген кезде, ол бәрі бір уақытта келмейді да. Ақтаудан келетіндер бар, бір екі күндеп келеді. Сон келдік, келген кезде жаңа үйден толтырып, арқаланып, ояқтан алып келген кезде сол келген тамақты бір күнде жеп тастау, ол студенттердің бір сондай өзінің фишкасы. Жеп тастайсың, қалмайды, ертеңге алып қой, қалатын жерде тұрады деген сияқты жоқ. Бітіп қалады, 2-3 күн тамақ жоқ жүріп, сон таңда қарай жетілерде таман Ақтаудың қыздары Маңғыстаудың пойыздан түсіп жатыр. Ақтаудың енді тамақтары да ерекше ғой. Өйткені анау тандыр нандар толтырып алып келеді. Түркменше ғой, оларда кішкене май алып келеді. Сондай нәрселер алып келеді, короче. И олар білмеймін неге сенгенін, сондай біздің этаждың жігіттеріне сеніп, тамақтың бәрін холодильникке қойып қойған ғой. Сосын ұйықтап қалған барып. Біздікілер таңғы ас жаңағы бутовка ашылып, бәрі ашылған кезде холодильниктен барып бүкілін сыпырған ғой. Мен оны ешқандай нәрседен курста емеспін, просто жатырмын, ұйықтап. И бас жағымда, бас жақта ғой сөйті, койканың бас жағында, екі бала тамақ ішіп жатыр, шылп-шылп. Түнде қарным қатты ашып жатты да, көзімді ашып қарасам, тамақ ішіп жатыр екен. Қайдан алдыңдар дегім, келшеш деді ғой. Көзімді ашар-ашпастан алма бірдеңе берді деп. Алманы алып алдым да жеп алдым. Соны тұрам, жуынбастан енді түсінесіз ғой, студентпіз. Жуынып, бірге отырып тамақ іштік. Сағат 11-лерге таман жаңағы 3 қыз Маңғыстаудан келген өздерінің тамақтарын іздей бастайды. Бүкіл анау бірінші комнаттан бастап, қасына жаңа төрайым, кураторын алып алған, 2 ақыран жігіт бар. Сосын жаңа общежитияны қарайтын Энека Самиговна деген апай бар, соны алып алған. Аузын ашып тексеріп жүрді. Жоқ, әр комнатаны, әр комнатадан уликас деп жүр. Короче, менің кефирімнің цветі мынандай дейді. Ол якобы батыс Қазақстанда, Оралда жоқ. Бұл Маңғыстаудан келген кефир. Бұны танимын, өз кефиримді, өзім отысын бәрін танимын дейді. Сөйтіп іздеп келіп жүрген кезде, бірден бастаған кезде біздікілер асират етіп бастадық қой. Білмеймін не істеп, жан жаққа қашып біріміз соғып келеді. Біздікі ғой 24-ші комната. Бірден бастап кетір. Сөйтіп миымызға білмеймін қалай келген, миым андай не нәрсе келеді. Әншейінде кішкентай ғана сумкамен 2 дәптер ұстап барамыз ғой сабаққа. Үлкен анау сабаққа ұстайтын сумкамен сабаққа кетеміз деп. Сол нәрсемен бүкіл жаңағы желінген тамақ бар, желінбеген тамақ бар. Сол арқылы шығарып, біреуін ішіндегі сайлап, киіндіріп, жуындырып, сабаққа шығарамыз ғой. Сөйтіп шығарып жібердік. Әйтеуір кетті ғой. Ешқандай енді ұсталып қалмауымыз керек. Спокойно отыр едік. Жоқ. Сабақ күні отыр едік, спокойно кетті деп. Сөйтіп мынандай кішкене парта болады. Партаның үстінде шашылған тамақтар жатыр. Бұл жинақ қоясың, түште тұрады ғой. Ана қыз кіріп келеді, қарат, барлық жерін тексеріп, чемоданды ашып жүр. Оларды как-то имеет право, несі болмайды ғой, чемодан ашуға. Ұрланған боласын ашып жүр. Ана қыз алды да. Мына кефир менікі деді ғой, прикинь, столда тұрған. Столда тұрған кефир действительно соны қалып қойған. Именно кефир қалып қойған ғой, прикинь, ортала ішкенбіз ғой. Именно кефир қалып қойған. Мына кефир менікі деп жылап қоймаймын. Еще бірінші курс қыз. Үйін сағынып кетіп жүрген кез ғой. Мына кефир менікі дейді ғой. Біз андай ұсқынымыз айтып тұр, кефир сенікі деп. Негізі бар ғой. Бірақ біз ешқандай да өзімізше мойындамыз. Жоқ, айтшы бірімізге ғой. Сен айтшы, кефир сенікі, менікі айтшы. Жоқ, сатып алдық деді. Маңғыстауда ағайындарымыз тұрады деп бастап тұрмыз. Жоқ, іште бір Маңғыстаудың баласы жоқ, сонда бір айта қоятын. Сөйтіп ана кефирді ешқалай дәлелдей алмадық. Неге десең, қайдан алдыңдар дейді. Суровский деген дүкен бар, супермаркет, содан алдық. Тексерейік барып, кәдімгі андай делегациямен жүр ғой, былай айтқан кезде бар ғой, тексеріс жүр ғой. Бардық, никак ондай кефир жоқ. Сөйтіп, кефир сатып қойды. Соңында кефир сатып қойды. Ондай емес. Мынандай ғой, ақыры қарап өтіп болдық сол бүкіл общежитияға. Сен общагіде жаттың енді. Біздер общагіде жатқан жоқпыз да, бірақ біз общаге қыдырып баратын болдық. Шақырып бізді ауылда кеткен балалар. Барамыз. Кіргізе ма ол кезде? Кіргізгенде енді кіргізбейді ғой, бірақ жаңағындай сөйлесіп терезеден кіретін варианттар болады. Мені балады кіргізіп жіберетін болды, баламен келіп. Бір күні менде мынандай случай болды, общагінің сыртында болды да, бірақ общагіге бардық қой, кешік
түннің уақыты есіктің алдында тұрдық жаңа хабар күтіп тұрдық короче кіргізетін болып соны бүйтіп 2-3 баламыз общагінің терезесіне қарасақ и бір қыз қарап тұр короче терезеден қадеті ғой бір қарадым осылай мән берген жоқ қасымдағы бала да айтты ана қыздар еще қозғалмастан қарап тұр да деді үшеуміздің уже ермегіміз сол болып басталды бар ғой ана қараймыз қарап тұр кәдімгі бар ғой бізге қозғалмайды әрік былай жүреміз қараймын әлі тұр қарашы да әлі қарап тұр да сұлбасы көрініп тұр ма тек қара қыз тұр деймін да терезеден қарап тұр қыз беті көрініп тұр ма иә кәдімгі қыз екені білініп тұр кәдімгідей мен ойладым шашы бар кәдімгідей да шашы бар иә сары шашымен как положено тұр былай қараймыз сосын барып қарайықшы деп жайлап жақындаймыз ғой қыздың терезесіне қарай дұрыстап тұрып бүйтіп қарасам ана пакет бар емес па пакеттің сыртында қыздар болмай ма біреу терезенің алдына пакетті қойып қойған ғой ана қыз бүйтіп тұр да сықиып бағанадан бері пакетке қарап жүргенбіз біздер дейтін анау пакет қой дейтін пакет па бүйтіп қарасаң кәдімгі терезеден қарап тұрған қыз сияқты анау дейтін ше ой күлкіден шерхан мұртаз айтады ғой аға қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді сол сияқты иттен де жаман болып тұр ғой біздер сонда ұрлап кету деген не жаман нәрсе ондай болмаңыздар студенттер заман сондай сен жаңа айтып отырмын талонмен тамақ талонмен сіздеріңізде действительно жоқ бізге тек армиядан келгендерге 10 пачка сигарет береді сосын 1 бутылка арақ береді тек қана арақ бар қыздарға бермейді жаңа 10 бітіріп барғандарға бермейді тек біздер армиядан келгендерге военный билет көрсетесің саған талон береді жаңағы неден техникумның несінен ішпесең де ішсең де бере ма сонда ішпесең ішсең де береді ол кезде бәрі жетім бар енді біреуге беріп жіберсең де твоим үйіңе салып жіберіп посылка салып жіберсең мен ішпеймін деп алмай қалып жоғынан ғой бәрібір сондай заман енді действительно дым жоқ енді шын айтқанда шауып барып тек нан аласың сендерде бар ғой маргарин аласың болды басқа ештеңе жоқ та қалғанның бәрі базардан барып аласың біздің кезде бар кез ғой бірақ Каспий болды жоқ еді ол кезде бірақ бар кез болды соңына қарай шықты ғой біз оқығанда біз ол кезде Каспий голд деген мәселені вообще ойламаймыз да ол кезде телефон жоқ қой ол кезде иә электронный ақша дегенде телефон біз 11 оқыған кезде болды ғой да сол кезден бастап шықты ғой да телефон ба құшының ар жағынан бар ғой менде болмады ма тек бізде болған жоқ өзіңде болмаған 2003-2004-терде ма ганшинге ауданға келді сет келгеннен кейін сет келгеннен кейін оған дейін қалада болды интернет деген нәрсе болған жоқ та әйтеуір связь байланыс кірді двойка дейтін ба телефон болатын Nokia неге қондырып жүрді ғой антенна қондырып далаға сонымен мынандай бүйтіп басын шығарады ана не мынандай рация сияқты телефон болды ғой білмейтін болар телефондар терезенің алдында ілініп тұрады телефондар терезенің алдында ілініп тұрады ұстамайды ғой телефон ондайларды білгенмін дала алып бірақ мен ана үлкен телефондарды көрмегенмін мен білейін сіздер айтайын ба білетінімді экспресс мюзиктен бастап көке экспресс мюзик бер жағында ғой сен ана Nokia кирпич Nokia телефон ұстап жүргенде сол кезде бай екен деп ойлайтынбыз біздер телефоны бар кісі иә папалардың қоңыр ремень деп білесіңдер ма ашылатын действительно солай болды ой еще ол да әлдеқандай мына жерге тағып қоятын арасында өзінің чехолы бар именно еще бүйтіп көрсетіп жүреді ана жерде звондайтын адам жоқ дейсің звондайтын адам жоқ бір адам сол идеясының өзі де бір андай құнды нәрсе сияқты еді да қазір идеясыз де ешкім бір бірін идеясыз де сұрамаймыз ғой қазір бұрын сұрадық қой былай келген кезде 20 единица берші 30 единица берші жаңа студент кезден шығып кетеді ғой жазғы каникулға келгенде бір группаласымыз тұрмысқа шығатын болды соның тойына барып жан жақтан келетін болды енді біз енді жан жақтан Целиноградта оқитын жаңағы солтүстік Қазақстан сосын батыс Қазақстаннан оқиды соның бәрі иә бәрі оқиды енді семейде жаңағы шығыс Қазақстан мен оңтүстік Қазақстан оқиды сосын енді тойға бәрі келетін болды Қостанайдан келетін болды Павлодардан келетін Ақтөбеден келетін болды Маңғыстаудан келетін болды сол мында бір группаласым болды марқұм осы 3-4 жыл турсында қайтыс болды екеуміз пойызға мініп бардық соң тойға бардық ана ешкім келген жоқ жаңағы келем дегендердің бірі жоқ ол кезде телефон жоқ хабарласатын тек телеграммен мен барам деп жазып жібердік қой соң бардық ол кезде той палаткада болады кешке қарай
сол тойға отырдық, жастармен бірге отырдық. Сон бір ауданның жігіттері отыр екен, сол жаққа барған басқа ауданнан. Сол айтып отыр, біреу мен каратистпін жаңағы, біреу дзюдоистпін деді, біреу боксермін деді. Жақсы екен дедім. Местныйлармен бірден оқып жатса әйтеуір нормально бір столда отырып әйтеуір. Спортсмендермен отырып. Иә, спортсмендер нормально отыруға болады екен ғой деп отырдық. Сон той бітті сағат 3:30-4-терде ма. Ана жігітті танимыз, үйленіп жатқан жігітті. Қыз бізбен бірге оққан, жігіт постоянно ана бізге общагаға келеді. Ауылдасымыз деп жаңағы, ол кезде Гурьевский дейміз ғой, Гурьевский земляк деп. Қонақ етеміз, анда апарамыз, мында апарамыз, қыдыртамыз деген сияқты. Ол енді өзі арақ ішіп қуып кетті енді. Біз қалдық өзіміз екеуміз. Ешкім танымаймыз енді, шын айтқанда. Ол кезде де бар бұл. Иә, сон. Енді пойызға шығу керек. Боксер Пойызға шайық десек, жолды білмейміз екеуміз жаңағы. Апарып тастайтын кісі жоқ қой екеумізді. Сосын жаңағы басқа ауданның жігіттері, қыздары келген жаңағы 7-8 кісі кетіп жатыр екен. Сол жаңағы марқұм жолдас жігітім айтты, мыналар арттарынан ілесейік, направлениесін біліп алайық, бір 2-3 километр жүру керек. Сол пойызға, вокзалға барайық та, соны пойызға мініп кетеміз ғой деп. Соны екеуміз артынан ілесіп кетіп жатыр. Күн жаңбыр, таңғы 4-5 па, пойыз 5-те ма, сонда кет, 8-де Атырауға келеді. Соны бір заманда бір айқай бір. Артымызға қарасақ бір не КамАЗ келатыр. Үстінде талпа адам, қолдарында ағаш керек па, сеп керек па. Тек тұсымызға келіп түсіп жіберді де сағатырлатты ғой тек. Бәріңізді ма? Иә, қараған жоқ кім екенін. Қызды да балды. Қыздар бақырып жатыр, оларға тиген жоқ енді. Жігіттер де жаңа. Иә, каратистер қайда? Жоқ, сол айтайын деп отыр ғой. Соған екеуміз ана жігіт, жолдас жігітім айтады, қалма менен қалма дейді. Мынаяғынан нетсең, мыналар соғады, мыналар танымайды. Мынаяғынан нетсең, мыналар соғады. Екі жақта танымайды ғой енді. Аналар бізді аяқтікі деп ойлайды, мыналар мынаяқтікі деп ойлайды. Екі ортада қалып қойдық қой. Садырлар таяқ жеп жатыр екеуміз действительно. Соғамыз, қашамыз енді. Септе тиіп жатыр, ағашта тиіп жатыр. Соң қаштық жан жаққа. Соң біреудің заборына секіріп бір үйге кіріп кеттік, 5-6 адам. Сосын үлкен жігіт екен, ана үйде бір үлкен жігіт бар екен, 63 ба, сондай авторитетный жігіт екен. Сол артынан қуып келген жігітті айтты, ана жігіттер шығар, біздер барғанда олар біз постоянно соғады да. Бізге нетсін да, өшін аламыз енді. Сосын жаңа жолдас жігітім айтты, жігіттер менде бір сұрақ бар. Біздер екеуміз Ганшкиннен келіп едік. Не үшін таяқ жеп жатқанын біліп алсақ. Сосын ар жағында енді өздеріңіз қарайсыздар ғой. Точно Ганшкиндікісіңдер ма деді. Қалай таяқ жейтін айтасыз ғой. Точно Ганшкиндікі деді. Онда мен қазір 2-3 жігітті айтам деді. Аттарын білсеңдер, танысаңдар, жібереміз. Танымасаңдар енді ренжімейсіңдер деді. Өзім ойлаптым, Ганшкин жігіттер бола қойса, совхоз бір жақтікі болса танымауы мүмкін ғой. Не болса да Ганшкин жігіттерін айта қойса екен деп. Сол айтқам клиент құрдастарымды айтты ғой, фамилиясымен айтып бердім ғой. Айтты, екеуің шаға қойыңдар деді. Екеуің бөлек шығарды. Аналарды бөлек шығарды жаңағыда, каратистін ерді. Боксерлерді. Жаңа каратистін деп тұрған ғой. Бір соққан құлағанда аяқ киім былай кетті. Әйелдің артына барып тығылып тұр ғой. Мен айтамын, мынау каратист деп мынаған сенім жоқ қой. Ja, дзюдоистпін деген. Бір соққанда отырып қалды. Болды, сол отырғаннан тұрған жоқ. Сол айтты, аналарды бөлек өздерің алып кетіңдер деді. Сол екеумізді бұға қарай апарып, айтты, 2 жігіт шақырып алды. Так, жігіттер, мынаны 2 жігітті кешірім сұраймыз. Сәлем айтыңдар ана жігіттерге. Екеуін пойызға апарып, вокзалға апарыңдар, екеуін мінгізіңдер, жақсы орын тауып беріңдер. Сосын жаңағы пойызға мінгізіп жіберіңдер деді. Қолдарына бәрін керек заттарын, тамақтарын бәрін ұстатып жүрдім. Сол екеумізді пойызға вокзалға апарып, пойызға мінгізді, жаңағы нені шақырып алды. Екеумізге күшті орын тауып берді. Бір пакет полный тамақ, жаңағы ішінде виноград керек, өзі жейтін бәрі бар. Соны екеуміз енді ұйықтадық. Шаршадық қой, действительно, анадан кейін желание да жоқ. Отыратын ұйықтадық. Соны таңертең 8-де Атырауға келдік. Бір көз тесіп баратыр. Кісінің ұйықтап жатқан көз теседі ғой, адамның. Қарап тұрған. Взгляд болды бір. Көзім ашып қалсам, жұрттың бәрі бізге қарап отыр екен. Қараса, екеуміз андай күшті анда ол кезде анда босс деген бір нелер болды ғой, бір турецкий футболкалар ма? Жоқ, жемпірлер болды ғой. Двухпортный мына жерде тиектер бар, босс деген. Сосын жасыл слаксылар болды. Екеуміздің сұқынымына қарасам, екеуміздің неміздің үсті толған аяқтың іздері, биттейтін жырық, үстеріміздің бәрі мына бірдемелер тигеннің іздері, тіреген нелер ғой. Аяқпен, туфлимен, аяқ киім, носки бәрі бір цвет баттақ. Солай жата қалғанбыз ғой нең үстіне. Үстіне
постель жоқ қой, былайша салғанбыз. Жолдас кетіп қояды, мен көке тұр, кетейік. Барып вокзалға жуынып келейік, жұрттың бәрі бізге екеуміз қарап отыр. Екеуміз барып, аппақ нені борап қолымызға ұстап алдық, ананың бәрін жуып военный форма сияқты қайтып келдік. Әлепес жаңағыдай. Станцияға әншкеден келіп түсіп қалып, үйге келіп ұсқынымызды қарасақ, денемізде не жоқ қой, бос орын жоқ. Қайдан бардық деді тойға, сол ешкім барған жоқ, екеуміз барып қараптан қарап, той көрместен таяқ жеп қарап қайтып келдік. Екі жақтарды еш таяқ жеген де білмейміз. Екі жақты екеуміз соғып тұр ғой, екеуі де танымайды. Сондай да болады екен. Екеумізде де болған ондай төбелестің арасында қалып қою дейтін нәрсе. Ауылда болсаң әйтеуір танисың ғой, анау ешкім танымайсың ғой. Анау енді айдала ғой енді. Кәл енді быстро деген. Бистро. Сонда біз екеуміз бұйдақпыз, 2000 неше жас баламыз, 20-21-де баламыз ғой. Екеуміз тойдан қатып, такси басқа біреумен ағам двоюродный келіп тоқтадық, жаңа быстроға. Не алып шыға пирожки бірдеңе алып. Кірсек, ананың ішінде 3-4 столды қосып алған. Микрофон бар екен ғой. Сауы бар, масы бар, ой үшін сауы бар, масы бар. Мен бірінші кірдім де ана пирожки алып, амандаспайсың ба, басталды уже. Ассалаумағалейкум деп, бәріне бет көрмейсің ғой, пирожкиңіз ұлып кетеді ғой. Сол бір айттым, қоймайды дейді, келіп амандас дейді маған. Мен бойым кішкентайсың ғой енді, маған бәрі секіріп қосасың. Мынау кіргеннен кейін құттай жинақталдым. Өзің кеш дедім ғой, короче. Жоқ, бұдағы дұқты чештен. Өзің кеш дедім. Барғанда жаңағы талып отыр ғой. Мүдгіш дейм деп қоймайтын. Мына бүйтіп бұрып қарады да, өзің кешті, сонда маған сеніп тұрғанда не істейсің? Жалғыз емес әйтеуір. Мүдгіш дегенде, мен шақырып тұрман деп талпаның ішінен біреу атып бүйтіп келіп те мынаның қасына келді. Не олды деп сөйлеп тұрған кейінде алып, мынаны соқты Аманжанды жағынан. Аманжан соқты. Артқа ығыстым, бұл екі шак. Ренат алыпта ананы соғады ғой енді. Автоматически қасында алан талпаның бәрі бізге жүгірді ғой. Бізге жүгіргенде мынаған жүгіріп отыр бәрі. Мен соқтым себебі анау мынаны соқты, алдында мен оны соқтым. Анау құлады, бүйтіп артына қарақ бол өдім. Патыр кәм, жұмыңның әскерлері құсап кәм, атып отыр ғой бәрі ма. Аш қасқырлар құсап. Аш қасқырлар құсап, денсаулық жоқ қой көбісі. Патырлатып отыр, ұрып отыр шетте қалып қойдым. Сен айтайын деп отқан қызығым мынау ғой. Жан жақтан бәрі талап отыр ғой бүйтіп мені. Талпаның арасынан көріп қойғаны бүйтіп біреудің басының арасынан бүйтіп қарақ қылсап, мынаны біреу ременіне бүйтіп ұстап, қолтығына қысып, барсеткі қысып, қолтығына қысып, быстрон ішінен шығып батыр, қолтығына қысып алған. Сені ғой бастаған, ештеп көтеріп алды, аяқ жерге тимейді. Бүйтіп қарасам, мен деймін. Бүйтіп есіктің ашып атыр еді, жаңа водитель ғой бізді күтіп отырған. Кіріп келіп, не істеватсың, короче, бір бала соны таңып қалды, сен осындайсың. Сен быстродан шығып батқанда мен көз алдыма неше түрлі нәрсе елестеді. Мен не елестеді? Барым мынау, оның қолтығына салып батыр. Сол жаңа сен айтайын отқан нәрсем тоқтаймын екен деген сөз бар ғой, сол кезде уже тоқтату керек болды. Мен айқаладым соңында бар ғой, сендер қуасыңдар ма? Жалғыз өзіме қалай жалғап жатсыңдар сендер? Тоқтаңдар, сөйлесейік бірінші. Не істеп жатсыңдар дегенде барып, кішкене намыстарына тиіп кетті ау деймін бар ғой. Тоқтап қалды жігіттер бар ғой. Тоқтаңдар, ұялмай, талпай, жалғыз өзін ұрттайын деп тұрсыңдар ма? Ұрып жатыр базар жоқ, айқаламасаң тоқтайтын түрі жоқ, короче. Ана ішінде қыздар бар, шыңғырып жатыр. Әйтеуір далаға шығып айтып сөйлесіп. Жаңа сіз айтқандай ғой, бір пакет су ішінен пирожкиін алып, кешірім сұрап. Айтып бүйтіп қайтарып. Әйтеуір аман қалдым деймін, бүйтіп қолтығына қысып кетіп батыр ғой мен жүштіп. Болған бар мен далаға бір шанси салатын бар болды. Аяғым бүйтіп тәмәсәмәс. Мен де ойлап жатқаным сол жаңа ананың арасына бүйтіп тая жеп жатқанда, аяқ соғып жатыр, біреу бүйтіп жағамнан ұстап жатыр, біреу соғып жатыр бүйтіп. Біреудің арасынан бүйтіп көріп қалғаным ғой, көзіме көріп тұрмын кәм Аманжанда бар ғой. Аяғы жерге тимейді деймін, сықитып бүйтіп қолтығына қысып жатыр. Сабой алып батыр ма, сабой? Сабой манталып батқаны бұзап кәм, шығып кетті дейді сықитып. Ой-ой. Өмірде неше түрлі ситуация бар ғой енді. Стоп па? Стоп па?
жалпы көзқарасыммен артынан көзқарасы қалай өзгерген жөнінде бір нені айтып кетейін. Қызым осы 2011 жылы оқу бітіріп, сосын алтын белгімен мектеп бітірді, сосын КБТУ деген оқуға түсті, Қазақ-Британ техникалық университетіне грантқа түсті. Сосын әйелім бар, балам бар, төртеуміз Алматыға бардық қой. Сосын общежитиемен екі ортаға жаңағы жүретін автобустың маршруты, соған үйретейін деп, сосын демалыс күні шықтық, екеуміз, қызым екеуміз. Сосын мына маршруттың аты атып тұрады оны. Кондуктор айтпады, жаңағы следующая остановка бірдеме деп атып тұрады. Сосын қызым екеуміз міндік, бір заманда жаңағы кондуктор жігіт бар ғой, ненің автобустың. Мен артымнан түртеді. Аға, сіз қай жерге барасың дейді. Айтам, Гайдар Бауманнан барамын жаңағы. Жақсы, қазір жақындағанда сізге айта қоярым деді ғой. Сосын қызым айтты, мен мынадан сұраған жоқпын ғой. Мен ауылдан келгенмін, қайдан біліп тұр екен деді ғой. Неге өйтті екен? Неге менен сұрап тұр? Мен басқалар ешкімнен сұрап отырмын. Қырғын халық тұр дейді. Сосын қызым айтты, папа, жан-жағыңа қарашеш, сонда өзің түсінесің ғой, папа деді. Сосын ойладым, мен сұқылымда бірден бар ма екен деп бүйтіп қарадым. Нормально вроде, аяқ киімде таза, киімден бәрі таза. Жоқ, жаздың кезі ғой. Жаздың кезі. Ақ көйлек, қара шалбар дегендей. Жұрттың бәріне қарадым. Бәрі де нормально, мен сияқты адамдар бәрі. Сосын қызым айтты, мен қай жерім неге біліп тұр дедім ғой. Артық қай жер кем болып тұр. Ауылдан келгенім қай жерден көрініп тұр дедім ғой. Папа дейді, бүгін деген демалысың ғой дейді. Не болды сонда? Жұрттың бәрін қарашы дейді, трикомен, шортымен жүр ғой. Сланцымен, сен деген ақ көйлек, қара шалбармен автобус ішіне қалада қайда кетіп жатсың дейді. Сен де ауылдан келмегенде қайдан келдің дейді. Ұялмайды, мен мынау мемлекеттік қызметте жүргесін классикаға үйреніп қалғанмын, классический киінудің манерасы өзі бір классикаға үйреніп қалғанмын. Дедім, айтпақшы солай екен де. Психологияны бұзу керек екен ғой дедім де. Соны түс қайта барып, барахолкаға барып, джинсы киетін болдық. Джинсы алдым, футболка, бейсболка дегендер бар ғой. Бәрін алдым. Келесі күні кері бар автобусқа қайтып міндім. Ешкім сұрамайды ғой. Қайдан келдің, қай остановкаға барасың деген әңгіме бар ғой. Психология екен, жаңа айтқандай. Мен өзімше тап-таза болып, ақ көйлек, қара шалбармен өзімше енді сықиып тап-таза болып, жаңағы барып өзімше жүргенім ғой. Бәріміздің әкелеріміз солай сияқты. Оказывается, ол қаланың психологиясында сен демалыс күні олай жүруге тиіс емес екенсің ғой, былай айтқанда. Ауылда мен сөйтіп жүретін болсам, мен ол білет жандос қой. Ол енді мемлекеттік қызметші ғой, ол сөйтіп жүреді ғой деген сияқты. Ол басқаны джинсымен немен жүретін болса, ұят қой құрсын. Мемлекеттік қызметші нағыз жүрген деген сияқты ғой әңгіме. Анда да сол қалыпталған стереотип кіріп кеткен. Содан кейін барып ойладым, неге мен кроссовка кимеймін, неге мен джинсы кимеймін, мен адам болса демалыс күні мен де адаммын ғой кәдімгідей. Мен таңертең кешке дейін мемлекеттік қызметші емеспін ғой деген сияқты. Мен де енді демалуым керек, мен де жүруім керек қой, бос неге жүрмеймін деген сияқты. Сол психологияны сол жерде барып түсіндім да. Жаңағыдай. Адамның көзқарасында басқаша екен. Ауыл сразу біліп тұр мені. Сұрап тұр ғой, қай жерге барасыз аға деп. Олар Алматы деген сондай мегаполис қой, көпті көрген ғой, сразу түсініп қалып тұр ғой. Нән автобустың ішіне мені тұрып тұр ғой. Қай жерге барасыз деп сұрап тұр ғой, жалғыз менен дейтін. Именно андай бір киноларда қырғын массовка болады да, именно главный рөлдегі адамның киімі басқаша болып кетеді. Бүкіл массовканың киімі басқаша да, именно главный геройдың. Сол ғой, сондай. Сондай ол көзіне тигенсін сезген шығар. Сосын спортты айтамыз ғой. Спорт. Қыста хоккей ойнаймыз. Сол 2012 жыл ма, 13 жыл ма Атырау қаласында хоккей ойнадық. Ледовыйдың ішінде хоккей ойнап отырмыз. Сол азартқа кіріп кетесің ойнап жатқанда енді. Сосын 5 адам ойнайды, 5 адам енді жүгіріп бір-екі барып келгенде шаршайсың, қалып кетіп қалады. Үстіңде киім бар қалың жаңағы. Заменге шығып күтіп отырасың, пятерка, келесі пятерка шығады деген сияқты. Сол ана келесі заменге шығатын кісі кружкасын көтереді де, кіріп кеткен сен шығып кету керексің ғой. Мен де тап солай жаңағы азартпен айқайлап тұрған кісің ғой, давай деп. Сол жүгіріп кеттім ғой ойынға. Сон бір заманда пас деп айқайлап қойдым, бір пас берге бердім ғой. Берсем кружканың құйрығын ұстап алғам ғой, теріс жағымен. Сонымен соғып тұрмын ғой. Сол жігіттер ойын біткеннен кейін айтып тұр маған. Жәке дейді, маған айтады.
жұрттар дейтін кружканың басымен соға алмай жүр, сен біз издеваться етіп жаңағыдай бильярд соғып жүргендей соғып тұрсың ғой дейді. Еще очко. Жоқ, ол болған жоқ. Ол болған жоқ. Енді анау құйрығымен соққанда оны Соға алмайсың да ғой. Анау мен соғу. тиді, бірақ тигенмен ұшпайды ғой енді. Хоккей ойнайтын болыппыз соған қарағанда да. Хоккей, волейбол, баскетбол, игровойдың бәрін ойнаймыз ғой. Вы кто? Жандос аға. Кто воин? Вы кто вообще? Енді өзіне байланысты. Иә, Мысалға, жаңағы бәрі. мен гитара үйренгенде де өзім үйрендім да. Мысалы бала кезімде көшедегі қызғасың ғой. Музыкаға жақын болғасын анау тартып тұрады ғой. Балалардың гитарасын сұрап алып ойнап жүрдім. Сол мамам 8-ші класста гитара алып берді. Сосын қызым музыкальный школаға баратын болғасын пианино алдық. Сосын қызым пианино тартып жатқаннан кейін ол тартып болғаннан кейін мен жайлап бүйтіп тықылдатып қарайсың. Сосын аккорд жайлап ұстайсың екі жағынан. Сосын любой музыканы жаңағы немен слухпен жинап, сосын барып отырып аласың. Жұмыстан келген кезде бір шаршап келген кезде аласың да любой өлеңдерді салып қоясың да. Отель Калифорния бірдемелерді басасың жаңағыдай по слуху өзің. Айқайлап бақырып стресс снимать. Екі-үш өлең айтып аласың да кері таясың мысалы. Просто для себя. Бүткіл ойынды ойнай алады, бүткіл инструментті біледі деген сияқты менде бір оқиға еске түсіп тұр. Осы біздің ауылда, ауданда қай жер екенін айтпай ақ қояйын, бір кісі болған, ол кісі өмірде жоқ. Жаңағыдай болған ғой, жаңағы оркестр бар ғой, полный оркестр, домбыра, қобыз, бәрін өзі ойнай алатын болған ғой. Бір адам бәрін өзі ойнай алатын болған концерттерді сөйтіп. Сол жаңа кісі өмірден өтіп кеткен, сол кісінің әйелі оркестрдің концертін қарауға келіп отырған ғой. Ондай жерде отыр. Оркестр таң деп талып адам ғой. Біз жаңа кісінің әйелі дейді ғой. Біздің әкеңдер осының бәрін жалғыз ойнайтын еді деп. Сол сияқты ғой. Бүткіл спортта да, инструментті де. Өзіңе просто қызғасың ғой. Қызғасың, азарт. Оның зияны жоқ сияқты деп ойлаймын адамға. Кеше мысалы демалыс күні футбол ойнап келдік мысалға. 50-ден жоғары жігіттер ғой ойнап жатқан. Иә. 40 минут қой енді. 40 минут жүгіріп кері ауылға қайтып келесің мысалға. Сол үшін барасың ғой. Таңертең кетесің. Кешке кері қайтып келесің. Азартта ол да. Таңертең жұмыс басқа. Ол да өзінің қызығушылығы болып тұр ғой. Өзіңе байланысты ғой. Ол мысалы футболды түсінбейтін адам, құр жүгіріп жүрген адам сияқты боласың олар үшін. Түсінбейтін адам бар ғой. Не ол сонда жүгірдің, шаптың. Келдің аяғың ауырып үйде жатсың ал деген сияқты әңгіме да. Спорттан кейін шаршаған бар ғой. Бөлек бар. Келесі күні таңертең аяқтарың ауырады ғой. Сол приятный ауырған ғой, приятный. Андай. Шаршағаның бар ғой, басқаша шаршау ғой. Андай жұмыс істеп шаршағандай емес. Приятный шаршау ғой. Мысалға сіз сөйлесіз аға. Мен футбол ойнадым бала күнінде, студент күнінде ойнадым, содан ойнамай қалдым. Енді мен университет бітіргеніме 4 жылдай уақыт болды. Арасында Риат ағалармен шығып доп тепкен кезде мына екі аяғым ауырады ғой. Оны приятный шаршауға санамайды екен мен. Керісінше андай отыра алмай, тұра алмай, елдің бәріне айтып кеше футбол ойнағанымды. Мына екі жерім бітілмей қалды ғой, сондай болып қалады кәдімгідей. Кайф деймін анау, ана сынған дейтін бөлек, ана келесі күні ойнап келген кайф қой анау. Ауырған кайфы басқаша кайф та ол. Кайфын түсінбедім сол жігіттер. Ол әркімде әртүрлі ғой, табиғатына байланысты болар енді, ол ішкі дүниесіне байланысты, түсінуіне байланысты болар. Денең қирап жүргеннің өзі, бүйтіп жүргеннің өзі бар ғой. Баспалдақтарға мініп түскенде бар ғой. Ауырат қатты. Қиналасың, бірақ өзіңе приятный болып тұрады да сол. Вот 3 күннен кейін сен қалай гуглейсің сосын. 3 күннен кейін жеп-жеңіл боласың. 3 күннен кейін керісінше мен ойнағым келмей қалды. Оны азартына кету керек ол. Оны бөлек тема енді, мына кезде бәрін айтып жеткізу мүмкін емес болар. Соның азарты болып тұр ғой соған қарағанда. Бала күнімізде бірақ ойнадық. Студент күнімізде ойнадық. Содан кейін бір как-то менде Жандос ағандай айтып отырсыз жаңағы хоккей ойнаймын, бәрін ойнаймын. Мен жаңағыдай сол комнатаның светі фук деп сөніп қалды просто. Именно сол спорттың. Ана кезде ойнап жатқанда кейбір жас жігіттер айтады ғой, неге бүйтпедің, неге бүйтпедің деп айтады ғой. Енді қазір 56-ға келдік, мысалға, ондай удар жоқ бұрынғыдай мысалы. Иә, ол солай. Волейбол соққанда да қазір бұрынғыдай удар жоқ мысалға. Заманда болды ғой, сонда айтады ғой, баяғыда біреу жазып қойыпты ғой. Мен де сендей болғанмын, сен де мендей боларсың деп. Ол да ойламайды да, қазір күшті болып тұрған кезін, келесі кезде мысалы осындай жасқа келгенде онда осындай болатын. Әркімнің өзінің заманы уақыты келеді да. Сол кезде жанады да, сосын жаңа сен айтқандай өшіп қалады деген сияқты ғой. Өз заманда келеді. Бірақ енді өзің, мысалы мен 50-ден жоғары жігіттердің арасында өзім жүрмін мысалы қазір. Мен өзімді өштім деп ойламаймын. Өзім кайфым. Сіздің әңгімеңізден кейін спорт айтсың ғой жаңағы. Сөйтіп сөйтіп қалған сияқты комнатта дедің ғой. Соны айтып жатқанмын ғой. Просто мен шынымды айтайыншы, таңғалып отырмын аға. Тіл көзім тасқа деп айтып қояйын қазақша. Тіл көзім тасқа, тіл көзді аман жүріңіз. Мен орысша білмеймін. Андай ғой. Футболға деген интерес ашылып отыр менде данный момент.
түсініп ағаның әңгімелерінен кейін Мысалы, мысалы мен 50-ге келді аға әлі жүгіріп жүр. Менің әкемде елу өмірден алты өткенге дейін Мен футбол ойнап кеткен. 25-ке енді толамын осы биыл. Мен мысалы әлі неге жүгірмеске, мен жүгіретін уақытым бар сияқты әлі былай келген кезде. иә Менің әкемде деймін неге да. соны жасамасқа деген сияқты ғой. Мен Неге соны жасамасқа өмірден шығар? өткенше футбол ойнап кеткен. мынандай нәрсе Өстіп. өткенде біз жылдар алға атырауға футболға барып келдік Мгм. құрдастар ауылдың жылдар алғына ойнадық. Сол кезде андай футбол ойнамайтын құрдастар бар ғой, солар қарап Алтынбек сияқты менің желанием енді ашылып жатыр, енді ойнайын дейді. Әңгімеден уже саналы адамға сол нәрсе екен, әңгіменің жетеді. Ол жаңа пока қолмен ұстап көргеншеге дейін ғой, көрдің ба? Ол ойнайын деп жатыр, бірақ деді тек. Иә, пока Әлі ойнаған жоқ. Соны неге жасамасқа деп. Соны неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Ол желание өйтіп ашыла береді әңгімеден, футбол адам өзіне қарағаннан. байланысты. Мен бірақ PlayStation жақсы ойнаймын. Сіздің жақсы ойнаймын ғой. Негізі айтады ғой, жақсы нәрсеге уақыт бөліп тұру керек. Спорт деген жақсы ма? Жақсы. Оған уақыт бөліп тұру керек. Өлең ше десең. Мысалы бір жігіт айтады да өткенде TikTokта. Жүгірдім дейді, мен всегда жүгіремін дейді да. Мен жүгіріп жүріп 70-ке келіп қалған кісіні көрдім дейді да, бірге жүгіріп жүрді дейді да. Сосын онымен сөйлеседі ғой жаңа 70-ке келіп қалған тың бірақ. Соны айтады ана кісі, жүгір дейді, дұрыс істеп жатсың. Когда-то мен жас күнімде жүгіріп жүргенде менің замандастарым, құрдастарым бәрі маған прикол ұстап күлетін дейді, ерігіп не істеу үшін жүгіріп деп. Қазір менің жасым 70-темін ғой, өзім тұрып, өзім спокойно жүре аламын, а олар белден ала алмай неше түрлі аурулар шығып, кезінде саған күліп еді, біз де жүгіруіміз керек еді деп өкініп енді айтып жатыр деген сияқты нәрсені айтады да. Сол себепті почаще жүгіріп тұру керек деген нәрсе. Себебі мен айтайын, қазіргі өмірімізде тап қазір мысалға мына батаға барамыз ғой мысалы. Сонда отырып бәріміз жерге отырамыз ғой енді. Стол жоқ қой енді, бәрі жерге отырады. Сонда жап-жас жігіттер 30-40-тағы жігіттер келді де отырады, тұра алмай жатады да. Жап-жас жігіттер де орнынан тұра алмай жатады. Иә. Лишний салмақ. Уфлеп біреулер деп бар ғой. Мен айтамын, көке 35-40-тағы жігіттер ғой, мен танимын осы Ганюшкиннің жігіттері ғой, мысалы ауылдардың жігіттері бар, көріп жүрмін да. Мен айтамын, соншама неге өз-өзін қинайды екен да, неге Қытай өз-өздеріне қарамайды екен дейді. Осы әлі 35-те әлі қайда өмір дейтін бәрі алда ғой мысалы. Оларда мен дос балам бар да, проблеманы неде деймін ғой мысалы. Жаңағыдай отырса тұра алмайды, тұрса отыра алмайтын жағдайда да, бірақ өзің қарарың да, проблема неде десем, ол бүйтеді тамақ ішеді, есік алдына шығады, машинасына отырады, кетеді. Вообще жаяу жүрмейді екен, оказывается. Магазинге де машинамен барады, көріпсің ба? Адам почаще жаяу жүру керек қой ол дейтін. Жаяу жүру керек болсын. Жүру керек қой адам дейтін. Хотя магазинге жаяу баршы, машинаны қыздырып магазинге барады деген. Көрдің ба? Содан денсаулыққа дейді. Менің әкем қазір 90 жаста, декабрьде 90-ға толады бұйыртса. Мысалға. Память па? Енді 90-да. Жатпайды мысалға. Былай жүреді. Тауық бар, тағы басқа бар деген сияқты. Базарға барады, жүреді, тұрады. Күнге 2 пачка сигарет тартады. Күнге. Ол темекіден емес ол деген сияқты болды. Мысалға деймін. Иә. Айтады ғой, темекі убивает, анау-мынау деп жатыр ғой, бірақ енді әкемді көргенде мысалы 90 жастағы темекіден емес, значит ол саулығы жүргеннен, қозғалғаннан, қозғалысқа. Тіршілік деген бәрі қозғалыста да. Мысалға адамның организмінде мына тізе, мысалы сен жүрсең, мына тізеде жидкость вырабатывается етеді. Сонда ғана, жүргенде ғана вырабатывается етеді. Жүрмесең мына адам құп-құрғақ болып тұрады. Сол себептен сүйекті бір-біріне қажап, бір-біріне ауырады. Сол себептен бар. Тізем ауырады, анау-мынау дейді ғой, ол жүрмегеннен. Мен ауырады, жүрмей қалсам, жүгірмей қалсам, аяғым ауырады. Мына вырабатывать етпейді содан. Сіз содан болып тұр ғой шынымен да. Сағат обедке өмір бақи жаяу жүріп жатқан адамбыз ғой біздер. Мен машина дейтін нәрсе жоқ қой бізде. Мен өзім кейін бастап жүретін барсыз. жұмыс істегеннен бастап машина, ең бірінші машина 2015 жылы алдым ғой, ойлап қарашы. 2015 рубль түсіп кетті, 3 рубльге. Сонда машина алдым, алғашқы Россиядан барып 1,5 миллион машина алып келдім ғой. Бірінші машинам сол. Оған дейін строго. Вообще мен строго жаяу жүрдім ғой, строго. Машинам болған жоқ менде вообще. Вот. Совет жігіттер, жастар, бұл әңгіменің түйіндей келе, жаяу почаще жүріңдер, магазинге машинамен баруды қойыңдар. Хотя бы жаяу жүріп тұрыңдар арасында. Енді адам өзінің саулығы үшін ол. Иә. Адам өзінің саулығы үшін. Жаңа 70-ке келгенде атам сияқты шауып тұрсаң, қыздар қайдасыңдар деп тұрсаңдар, жақсы емес па?
Кымбатты биздин туракты Кур подкасттын көрөрмендери, багана айткандай бүгүнкү биздин багдарламамыздын коногу Жандос агамыз өтө керемет әңгіме өрбіттік, жақсы сұхбаттар болды, өмірлік мәні бар, неше түрлі әңгімелерге куә болдық. Жастарға берері көп. Енді Жандос аға, бағдарламамыздың аяғына жақындап келеміз. Әдеттегіше біздер келген қонағымыздан біздің тұрақты көрермендерімізге деген өзінің айтар ойы болса бөліссеңіз болады. Тек қана Құрманғазы ауданының. Құрманғазының жастарына, Құрманғазының халқына айтарыңыз болса. Ринат, Аманжан, Алтынбек, бәріңе де рахмет. Жақсы отырыс, жақсы әңгіме айтылып кетті. Уақытты зуылдап өтіп жатқанын байқамай қалдық өзіміз. Өзімде енді көптен былай шек тарқатпай едім. Сен де сұрақ қойғаннан кейін көп нәрсе еске түсіп айтып жатырмын ғой енді. Жасымыз осындайға келгенде, ол біздерде сендер сияқты жас болғанымызды еске түсіріп, қызықты кездер бізде де болған деген сияқты. Сондықтан енді көрермендерімізге айтатынымыз енді өмірге келгеннен кейін орыста айтады ғой, где родился, там пригодился деп. Сол сияқты менің де принципім сондай болды. Осы қызметке келгеннен кейін осы ауданға жұмыс жасап, осы қан тамған жерге қызмет істеп, халыққа бір пайдам тиіп, осы қанша өмір сүрсем де осы жерге бір пайдам тисе екен деген ниетпен осылай сондай принцип ұстап келдім. Бар білімімді, білгенімді, көргенімді жасап. Адамдарға да солай ойлаймын, сондай принцип дұрыс болады деп. Енді мені қалаға да шақырды кезінде, басқа жаққа, басқа аудандарға басқаруға шақырды, бірақ мен өзімнің туған Құрманғазым, сол жерге қызмет етем деп солай өзіме бекітіп қойғаннан кейін, өзіме жоспар солай қойып қойғаннан кейін, солай көзқарасым солай қалыптасып қалды. Сондықтан енді жасағанымды мен мақтанып айта аламын, жасадым деп. Жасамағанымды енді қолым күш жетпегендер болуы мүмкін. Бірақ енді әркімге енді әртүрлі ғой. Мен өзімде солай көзқарасым солай қалыптасып қалды. Ал мемлекеттік қызметке келгеннен кейін тұрақты осы зейнеткерлікке шыққан жаға дейін сол тұрақты осы мемлекеттік қызметті аяғына дейін абыроймен атқарып шыққым келеді. Сондықтан енді жас азаматтарға айтатыным, егер елге жаны ашитын болса, тұрақты болып, осындай қызметке келетін болса, алдын ала ойланып, не істеймін, негізгі мақсатым қандай деген жақсы ой болу керек. Жақсы ой болатын болса, жақсы мақсатқа жетеді деп ойлаймын. Жақсы қызмет жасайтын болса, енді халық оны қолдайды қай уақытта да. Сондықтан сіздерге рахмет көп. Жақсы әңгіме айтылды. Жазудан шаршадым, сен дегенде сөз тіркесің, ойға түссе түгел тән тітіркендіресің, жіберіп қайта қысып үміттендіресің. Не күтесің, кейде үркітесің, айналада таң көп болсын, сен жоқсың бірақ та, керек болса алар ем ойымнан құрап та, болсаң да жырақта түспен тарттырылам, түс екенін біліп кейін мұңайып қалам. Елесің мазалап